Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы эфир тізгінде мен Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, бүгін сұхбаттың аясында біз өте маңызды әрі өзекті тақырыпты талқылаймыз. Жоғары сот кеңес турасында және осы саладағы кадр тапшылығының бар жоғы, болмаса кадрдың орнын толықтыру мәселелерін бәрін бүгін ортаға салып жіліктейміз. Ол үшін арнайы студиямызға шақырған қонағымыз бар. Таныс болыңыздар. Жоғарғы сот кеңесінің судьялар корпусын қалыптастыру тақырыбын тарқату үшін эфирге шақырған қонағымыз Жанат Ануарқызы Оспанова, жоғары сот кеңесінің мүшесі. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, армысыз. Жанат Ануарқызы, өте өзекті тақырып. Себебі ел президентінің өзі қашанда әділетті Қазақстан болу керек. Біздің еліміздегі ең басты ту өтетін дүние бұл әділеттілік болу керек дейді. Қоғамда заң мен тәртіп қағидаты қазір тек сөз жүзінде емес, іс жүзінде іркіліп қалмай, біраз өзінің нәтижелерін көрсетіп жатыр. Сондықтан қазір мына бір мәселені жіліктеп берейікші. Алдымен сізді эфирге шақырамыз және жоғары сот кадр тапшылығы мәселесі, болмаса кадрларды тағайындау мәселесін талқылаймыз дегенде көрермен тарапынан мынадай сұрақтар туындады. Жоғары сот корпусы, жоғары сот кеңесі, соттар, судьялар арасында айырмашылық бар ма деген сынды сұрақтар бар. Осы бір ара жікті талдап беріңізші, қазір түсіндіріп. Сіздердің миссияларыңыз қандай нақты? Сұрағыңыз түсінікті және орынды. Ең алдымен мен мына бір маңызды мәселеге тоқталғым келеді. Жоғары сот кеңесі, ол көпшілік жоғары сот кеңесін ол сот жүйесінің бір құрылымы ретінде қабылдайды. Шын мәнінде олай емес. Бұл жоғары сот кеңесі ол сот жүйесіне кірмейтін дербес конституциялық орган болып табылады. Ол сот төрелігін жүзеге асырмайды, шешімдердің заңдылығын тексермейді және нақты сот істерін қарамайды. Оның негізгі міндеті президенттің сот корпусын қалыптастыру жөніндегі өкілеттіліктерін іске асыруға жәрдемдесу, судьялардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету. Өйткені сот әділдігі бұл сот залынан емес, судьяны іріктеуден басталады. Дұрыс айтасыз. Демек сіз һәм жоғары сот кеңесі нақты соттардың, яғни судьялардың сойылын соғады десек артық емес. Олардың тәуелсіздігі, олардың ешқандай мына сыртқы факторларға қарамауын сіздер қадағалайсыздар, о баста іріктеу барысында, дұрыс па? Адами қасиеттеріне қатысты. Түсінікті. Енді бұл сұраққа жауап бермес үшін мен мына бір мәселеге тағы да тоқталайын. Бұл жерде судья тәуелсіздігі деген мәселе бар. Ол судья тәуелсіздігі мәселесі неліктен соншалықты маңызды дейтін болсақ, кез келген әділдік іздеген адамның жүгінетін соңғы орны, үміт артатын соңғы үміті ол сот. Адамның тағдыры, отбасының тыныштығы, кәсіпкердің мүлкі, немесе мемлекеттің заңды мүддесі таразыға салынған кезде қоғам заңды шешім қабылдауына сенім артып сотқа жүгінеді. Дұрыс айтасыз. Бұл сенімнің түбінде, тамырында десек те болады, негізінде жатқан бір ғана құндылық, бір ғана қағидат бар, ол судья тәуелсіздігі. Егер судья қандай да бір ықпалдарға тәуелді болатын болса, онда заңның үстемдігі туралы айту өте қиын. Яғни судья тәуелсіздігі деп отырғанымыз бұл әрбір адамның конституцияда көзделген құқықтарының сақталуының маңызды шарты болып табылады. Сондықтан біз үшін кадр мәселесі бұл жай ғана бос орындарды толтыру мәселесі емес, бұл судьяның тәуелсіздік мәселесі болып табылады. Жанат Ануарқызы, өзіңіз білесіз, соңғы уақытта елімізде өте көп саяси өзгерістер орын алды. Жаңа конституциямыз 1 шілде күні күшіне енді. Сол сияқты жоғары сот кеңесінде де өте көп реформалар бар. Сол реформалардың нәтижесін көріп үлгердіңіздер ме қазір? Енді жаңа айтып кеткенде, біздің мақсатымыз, жалпы жоғары сот кеңесінің негізгі мақсаты кәсіби, білікті, халық сеніміне ие сот корпусын қалыптастыру. Енді жүріп жатқан жұмыстардың барлығы сол мақсатқа бағытталған. Бұл жұмыстар соңғы 2 жылда жоғары сапалық деңгейге көшті, көтерілді деуге болады. Яғни бізде бірінші ең өзекті болып келген мәселе кадр тапшылық мәселесі. Бұл шешіліп жатыр. Онан кейін конкурстарды өткізу рәсімдері, мерзімдері жеделдеп отыр. Біліктілік емтихандары жаңартылды, кадр резерві нығайды, яғни реформаның нақты нәтижелерін көріп отырмыз. Реформа демекші және нәтиже демекші. Менің білуімше осы реформалардың аясында тіпті мына іріктеу уақыты да қысқарды. Бұрын мен қателеспесем 6 ай бойы іріктейтін едіңіздер.
қазір 45 күнге дейін қысқарды. Енді қараңызшы, өзіңіз айтып отырсыз сөзіңіз аузыңызда, соттарға келгенде, олардың тәуелсіздігіне келгенде, оларды іріктеу мәселесіне келгенде асығыстық жасауға болмайтын сияқты. Себебі олар адам тағдырын шешеді. Сондықтан мына 6 айдан 45 күнге азайған іріктеу уақыты сан қуамыз деп жүргенде сападан айырылып қалмаймыз ба? Енді бұл сұрағыңыз қоғамда көп мазалайтын, жиі туындайтын сұрақтардың бірі. Енді сырт қараған кезде бұл рәсімдердің қысқаруы шынымен де талаптардың әлсірегенін көрсететін сияқты. Бірақ шын мәнінде біз жүргізіліп жатқан жұмыстар бұл талаптарды мазмұнына ешқандай әсер еткен жоқ. Талаптар сол күйінше қалды. Мысалы, конкурста 3 кезең болатын болса, сол 3 кезең сол күйінше. Немесе біліктілік емтиханының 5 кезеңі болатын болса, 5 кезеңнің мазмұны толығымен сақталды. Біздің азайтқанымыз, қысқартқанымыз ол ұйымдастыру тәртібін, рәсімдерін. Егерде мысалы үміткер өзінен бұрын оның құжаттарының қозғалуының кезегін күтіп тұратын болса, қазір рәсімдер кезеңдерінің арасындағы рәсімдер мерзімі қысқарды. Одан бөлек талап керісінше күшейді. Бұрын мысалы алғаш рет тағайындалып жатқан судьяны тек қана оның сотқа дейінгі соттылығы, сотты болған, болмағаны, әкімшілік жауапқа тартылу мәселесі ғана арнайы құқық қорғау органдарынан мәлімет арқылы сұралып тексерілетін болса, қазір ол жан-жақты тексеріледі. Яғни оның білімі, біліктілігінен бөлек, оның мінсіз беделі, оның ішінде қандай да бір қылмыстарға қатыстылығы, заңсыз есірткі айналымына, экстремизмге, немесе қандай да бір есірткіге, немесе құмар ойындарға тәуелділігі жан-жақты тексеріледі. Яғни қазіргі жүйе ол кешенді, талапшыл жүйе деп айтуға болады. Қазір сіз берген статистиканы қарап отырсам, судьялар корпусына жаңа сайланғандар көбіне бұрын сотта хатшы болып қызмет еткен жандар екен. Соған қарағанда соттың жаңағы кадрлық корпусын тағайындауда, қалыптастыруда сот қызметкерлері өз қазанында өздері қайнап жатыр деген шешім һәм түйін шығаруға бола ма? Енді сот жүйесі өз ішінде ғана қалыптасу деу, бұл бүгінгі жағдайға сәйкес келмейді. Өйткені сол статистикаға сүйенетін болсақ, мысалы 24 жылы, енді негізінен біздің резервіміз, кадр резерві сот қызметкерлері да, бірақ 24 жылы бүкіл үміткерлердің 63% сот қызметкерлерін құрған болатын болса, ал 25 жылы ол көрсеткіш 51-ге түскен. Ал қалған жаңағы пайыз бұл сырттан, басқа құқықтық ортадан келетін заңгерлер, адвокаттар, прокуратура өкілдері. Жалпы судьялыққа келудің 2 жолы бар. Біреу академияны бітіріп, одан кәсіби даярлықтан өтіп тағайындалу. Екінші бұл оқымай-ақ бұл академияда, бірақ тәжірибелі мамандарды тарту арқылы, біліктілік емтиханы арқылы. Мысалы, адвокат болып, қорғаушы болып қызмет етіп жүрген жан жаңағы іріктеуден өтіп 45 күндік содан кейін судья болуы мүмкін бе? Егер талапқа сай болса. Жоқ, талаптарға міндетті түрде бұл жерде тек қана бұл жерде 45 күн емес қой. Бұл ұзақ, сатылы үлкен жаңағы біліктілік бірінші емтиханы бар. Біліктілік емтиханы айтып отырғанда өзі 5 кезеңнен тұрады. Онан кейін ол әртүрлі тексерістерден өтеді. Құқық қорғау органдарынан ол тек қана біліктілігі, білімі ғана емес, оның моральдық адамгершілік қасиеті, мінсіз беделі, арнайы институт соттармен өзара қимыл жөнінде. Оның ішінде мысалы жергілікті жұртшылық, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, яғни қоғамның, жұртшылықтың қатысуы арқылы да тексеріледі жаңағы үміткер. Солардың барлығынан өтіп, барлық жаңағы кәсіби талаптарға сәйкес болған кезде, әрине ол егер талаптарға сай болса, өтеді ол жаңағы судьялыққа. Өте ықтимал, Жаңа адамгершілігіне қатысты деп қалдыңыз. Мінсіз беделіне қатысты талап бар дедіңіз, Осы бір механизм қалай тексеріледі? Мысалы, сауалнама жүргізіле ме? Жоқ әлде жан-жағындағы адамдардан сұрап, біліп, ауызша сөйлесу болады ма? Оның мінсіз беделі турасында, егер бұқаралық ақпарат құралдарында бірде-бір мақала жазылмаса, қалай талап тексеріледі? Талапқа сай екендігі. Арнайы бізде жоғары сот кеңесі туралы заң бар, және сонда осы судьяны тағайындаудың, іріктеудің 3 өлшем шарты көрсетілген. Ол бірінші жаңа кәсіби дайындығы, бірінші, екінші адамгершілік, жоғары адамгершілік моральдық қасиеттері, және үшінші мінсіз бедел дедік та. Және арнайы институт бар. Арнайы институт деп отырғанымыз арнайы ұйым. Ол жаңа айтып кеткендей, соттармен өзара іс-қимыл кеңесі. Бұл әр облыста, әр өңірде облыстық сот жарында құрылған
оның жартысын отставкадегі судьялар, жартысын жергілікті беделді жаңағы жұртшылық өкілдері, яғни айтып отырмын, бақ өкілдері бар, оның ішінде кәсіпкерлер бар, әртүрлі қауымдастық өкілдері. Сол өкілді орган осы кандидаттардың жаңағы несіне, моральдық адамгершілік қасиеттеріне баға береді, бағалайды. Одан бөлек конкурс жарияланғаннан кейін, жаңағы үміткерден барлық құжаттар тапсырылғаннан кейін, сол үміткер жөніндегі мәліметтер барлық бұқаралық ақпарат құралдарына жолданып, ол жөнінде мәліметтер сұратылады, яғни теріс, оң пікірлер. Солардың барлық жинақталып, соның негізінде ғана одан бөлек жаңағы арнайы тексеріс органдар бар дедім ғой, жаңағы тексеріс органдар арқылы да оның қандай да бір құқық бұзушылықтарға, қандай да бір жаңағы тәртіп бұзушылықтарға, мысалы алимент төлемей ма, немесе салық органдарына қарызбен, солардың барлығы зерттеліп тексеріледі. Демек, жан жақты таза болу керек десек артық емес, иә? Ал енді қазір Жанат Ануарқызы қарап отырсам, мына цифрландырудың аясында, болмаса мына іріктеудің уақытының азаюынан кейін бос орындардың саны 350-ден 237-ге азайғаны көрініп ақ тұр. Бұл шынтуайтында жақсы көрсеткіш. Себебі бос орындарды жаңа білімді білікті кадрмен толықтыру бұл сот жүйесінің алға басқандығының белгісі. Бірақ сот жүйесінің басты дерті бұл тек соттағы жаңағы бос орындарды бос қалдырмай, орнына жаңа маман тарту емес қой, бұл жерде сапа мәселесіне де басты назар аудару керек. Нақты бір сандарды сөйлететіндей статистика бар ма? Мысалы, заңгерлер осынша болды, хатшылар осынша, болмаса заңгерлерден бөлек қорғаушылар деп жоғарыда айтқандай. Әрине, енді жаңа айтып кеткенде өзіңіз 350 орыннан қазіргі уақытта 237-ге дейін түсті да. Бұл енді біздің қазір тапшылығына қатысты айтатын болсақ, 24-ші жылы бұл көрсеткіш, яғни бүкіл Қазақстанда, республикамызда судьялардың саны 2719 штат бойынша. 2719. Соның 350-і бос орын болып келген 24-ші жылы, ол 13,2%. Сол кадр тапшылығы бірте-бірте қазір 9,5%-ға түсіп тұр. Бұл деп отырғанымыз биыл 159 судья тағайындалды. Бұл 159 судьяның несіне келетін болса, жаңағы үміткерлердің саласына, олардың 52 сырттан келген, басқа құқық ортадан келген түлектер, және оның 82-сі, яғни жарысынан көбісі бұл академия түлектері. Академияға да тек қана ол сот қызметкерлері ғана оқымайды, бұл жерде жан жақтан келген, басқа құқық органдарының саласынан келген азаматтар да оқиды. Жанат Ануарқызы, қарап отырсам, емтиханнан өткендердің орташа жасы 39-дан аспайды екен. Бірақ қазір заман талабына сай біз көбіне жастарға көңіл бөлеміз. Себебі цифрландыру дәуірінде өмір сүріп жатқаннан кейін техниканың, цифрлы технологияның тілін меңгергендер ол жастар. Одан бөлек, енді сотта цифрландыруды білудің қажеті қанша, болмаса техниканың тілін білудің қажеті қанша десек, қазір енді жастар өте білімді, ұшқыр, ойлау қабілеті өте зерек, зейіні ашық, сыртқа барып әлемдік тәжірибені көріп келген жастардың да қатар қалың. Сондықтан мына судьялар корпусына жастарды тарту қаншалықты жоғары деңгейде? Бұл жерде енді бұның судья қызметтің ерекшеліктеріне мән беру керек. Өйткені, мысалы, мемлекеттік қызметке, оған әлеуеті жоғары, басқарушылық қызметке әлеуеті келетін жастарды тарту маңызды болатын болса, судьялық қызметке тағайындауда шешуші фактор, ол оның кәсіби өмірлік тәжірибесі міндетті түрде. Өйткені ол салмақты шешім қабылдау үшін өмірлік тәжірибесі болу керек. Өйткені адам тағдырларына қатысты шешім қабылдайды ғой. Оң солын ажырата білетін, ақ пен қараны білетін. Одан бөлек біздің заңымыз 2017 жылға дейін шекті жасы, ең төменгі жасы 25 болатын болса, сол мән жайларды ескере отырып, қазір жас 30-ға дейін көтерілген. Яғни судья келу үшін міндетті түрде 30-ға толу керек. Бұл әлемдік практикада осылай қалыптасқан. Мысалы, өзге елдерде, мысалы, Өзбекстанда 35 жас, немесе Ресейде 25 жас төменгі жаста. Бірақ бұл жерде айтатын нәрсе, кейбір мемлекеттерде мүлдем жас шектеу жоқ, бірақ барлық жерде де міндетті түрде тәжірибе, жұмыс тәжірибесі болу керек, 10-15 жыл. Соны ескеріп, соның есесіне судьяға келу жасы сол 30 пен 40 жастың ортасы болып табылады. Жанат Ануарқызы, уақыт бөліп біздің студиямызға келіп, әдемі тұшымды, көрерменге пайдалы ақпарат беріп бөліскеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Шынтуайтында әділдікті орнатар
соттар болса, сол соттарды іріктеуде сіздердің қосып жатқан үлестеріңіз сүбелі, сондықтан еңбектеріңіз елене берсін. Көп рахмет сіздерге. Сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет, аман сау болыңыздар. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, әр шаңырақта 24 KZ арнасы қосулы болсын, аман болыңыздар, бар болыңыздар, әділдік орнасын. Бүгінге айтарымыз осы.